Саламатсызбы, құрметті студенттер. Бұл пәннің аты мемлекеттік басқару және саясаты. Келесі дәрісімізге көшсек болады. Дәрісіміздің аты мемлекеттік аймақтың саясаты мен аймақтар экономикасының дамуы. Қазақстан аймақтық жоспарының теориялық негіздері нарықтық қатынастың дамуы мен қалыптасу жағдайында радикалды экономикалық реформалардың ғылымы негізделуіне аймақтық экономика маңызды рөл атқарады. Аймақтық экономика аймақтардағы өндіргіш күштердің орналасуының факторлары және аймақтық даму зерттейтін ғылым. Академик Некрасовтың анықтамасы бойынша экономикалық ғылымның саласы ретінде аймақтық экономика елдің экономикалық жүйесінде және әрбір аймақта өндіргіш күштердің дамуы мен әлеуметтік процестердің қалыптасуын анықтайтын экономикалық әлеуметтік факторлар мен жағдайлардың жиынтығын зерттейді. Аймақтық экономика өндіргіш күштерді аймақтық дамуының стратегиялық позицияларын өңдейді. Аймақтық өндіргіш күштердің орналасуына аймақтық экономика негізгі бөлігі ретінде қарастырылады. Аймақтық экономика географиямен тығыз байланысты, бірақ оған қарағанда қолданбалы практикалық нәтижелерге бағытталған. Аймақтық экономика географиямен жақындаған қарамастан экономиканың құрамдас бөлігі болып табылады. Сонымен қатар экономикалық теория мен макроэкономика болжаумен, салалық экономика мен статистикасы тағы да басқа әлеуметтік экономиканың ғылымдарының тығыз байланысты. Аймақтық экономика экономикалық мәселелермен бірге экологияны, әлеуметтік мәселелерді, демографияны, географияны, этнографияны, тағы да басқа ғылымдарды қарастырады. Аймақтық экономика және әлеуметтік даму аспектілері жоспарлау мен басқару, аймақтық мәселелер республикада экономикалық қатынастарын қайта құру бойынша іс-шаралар жүйесінде маңызды орын алады. Мемлекеттің дамуына аймақтар мен олардың билік органдарының рөлін арттыру әлемдік тенденцияға жатады. Аймақтық басқаруға қойылатын негізгі міндеттерге республика мен тмд елдерінде кәсіпорынның дамуы мен жұмыс істеудің қорықтық қатынастар мен тауар ақша жоспарының арақатынасы, өзін-өзі басқару механизмдегі экономикалық және ұйымдастырушылық әкімшілік әдістері мен экономикалық арақатынасы, аймақтың басқару процесінде орталықтанған және орталықтандырылмаған басқару шешімдерінің арақатынасы. Басқарудың экономикалық механизм маңызды элементіне ақша айналымы үздіксіз нығайту кезінде жоспардың қаржымен қамтамасыз ету жатады. Аймақтық саясат механизм жүзеге асыру, оның ішінде әлеуметтік экономикалық құдайы өндірістің қоршаған орта мен тепе-теңдігінің бұзылуына байланысты. Экологиялық қауіпті аймақтарға арнайы мемлекеттік бағдарламалар жасап, нақты аймақтардың дамуының өзекті проблемалар шешімін табуы қажет. Әлеуметтік тұрмыс инфрақұрылым дамуына кәсіпорын мен бірлестіктердің еңбек ресурстарының төлем ретін күшейтуге тырысады. Мемлекеттік әлеуметтік экономикалық саясаттың аймақтық аспектісі бүгінгі күні ғылыми зерттеулердің ең әлсіз зерттелген объект болып табылады. Оның негізгі себептері халық шаруашылығы мәселелерін жоспарлы шешудің қағидалары мен әдістерінен бас тарту, өндіріс күштерді тиімді орналастыру жөніндегі зерттеулерді азайту, шаруашылық пен әлеуметтік үрдістердің басқаруындағы орталық және жергілікті басқару органдарының функционалды міндеттемелерді өзара бөлінісуде ретсіздік. Бірақ аталған мәселелер шешуге әлдеқайда көңіл бөлінбейді. Аталған аймақтық саясат қолданатын болсақ, бұл қалалық және ауылдық жерлерде тұратын халықтық табыстар, жұмыс бастылығы, өмір сүру деңгейі мен облыстардың әлеуметтік экономикалық даму деңгейінде айқын шиеленісуге әкелуіне байланысты жалпы мемлекеттік шешімдерді қабылдау мен іске асырудың жалпы мақсаты мен ғылыми негіздеуде. Аймақтық саясаттың мәні дәл осындай түсіну, оның қалыптасуының негізгі анықтайды. Олар қысқаша біз төменірек тоқталамыз. Біріншіден, мемлекет аймақтың саясатына қалыптасуының түрлі аудан халқының өмір сүру деңгейі мен сапасын теңестіру мүдделерін іргелі маңызы бар. Қарастырып отырған құралдарға алдымен ғылыми негізделген қағидалар жүйесі жатады. Олардың өзгеруі алдағы келе жатқан мерзімнің мақсаттары, мәселелері сипатымен байланысты. Бірақ мұнда жоспарланған
объектісінде болашақтағы конъюнктуралық өзгерістің тәуелсіз қағидалары атап өту қажет. Осымен осы дәрісіміз аяқталды. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сәлеметсіз бе, құрметті студенттер. Бұл пәннің аты мемлекеттік саясат және басқару. Келесі тақырыбымыз әлеуметтік саясат және әлеуметтік мәселелерді мемлекеттік реттеу тетіктері. Экономика қоғам даму негізі, ал мемлекет сол қоғамның негізгі буыны болып табылады. Өз кезегінде мемлекет экономика реттеуді жүзеге асырады. Экономика реттеу қоғамдық даму мен мемлекеттің экономикалық сипатына байланысты әртүрлі деңгейде және әртүрлі әдістер қолданылады. Экономика мемлекет реттеуде мемлекеттің рөлі оның экономикалық процестерді реттей алатын қабілетті экономика мен саясатын байланыстыратын экономикалық саясаттың жасалуына тәуелді болады. Экономикалық саясат дегеніміз экономикалық реттеудің шоғырланған мағынасы береді. Экономика заңдардың дамуына адамзат қоғамы саясатты қолдану арқылы жүзеге асады. Мемлекет қоғамның жемісі болып табылады және ол ылғи да реттеуде қажет етеді. Қазақстан Республикасының өз егемендігін алып, жаңадан анықтық қатынастарға өтіп, дамудың нарықтық жолына түсуіне байланысты елдегі мемлекеттік реттеудің мақсаты мен бағыттары өзгеріп, экономика мемлекеттік реттеудің жаңа формалары мен әдістерін дамытудың қажеттілігі туындатады. Айтап айтқанда, бастапқы жылдарды елдің тұрақтылығын қамтамасыз ету, мемлекеттің меншікті жекешелендіру, әлеуметтік сананы қолдау, экономика өсуді қамтамасыз ету болып табылады. Ал бүгінгі еліміздің аяғына нық тұра бастаған кезеңде экономика мемлекет реттеудің жаңа формалары мен әдістері жүргізудің маңыздылығы туындап отыр. Ол әсіресе Қазақстанның алдыңғы жылдарында әлемнің ең дамыған 50 елінің қатарына қосылуына ұмтылған бағдарламалар мен жолдаулардың негізінде болып отыр. Сол себепті Қазақстан үшін экономика мемлекеттік реттеу мен қолданудың дамудың әдіс шараларын ендігі жерде дамыған елдердің экономиканың реттеу мен ұлттық экономика үшін маңызды болып отырған салалар мен даму жолдарын мемлекеттік реттеудің рөлі орасан зор болып табылады. Сондықтан осы курстың жұмысы мен бүгінгі таңда өзекті болып табылатын мәселеге байланысты тақырыбы. Өндірістің төмендеуімен инфляция және уақыт кезеңіне сай нарықты экономикаға көшумен сәйкес сипатталған еліміздегі экономикалық дағдарыстың созылуы мемлекеттің өзіне тән қызметтерін атқаруына байланысты деп негізделген. Мемлекетке келесі міндеттер жүктелген. Біріншісі, құқықтық негізді құру. Құқықтың негізгі экономика жалпы қоғам дұрыс дамымайтын белгілі. Мемлекеттің меншіктің құқығы анықтайтын, кәсіпкерлік қызметті реттейтін, өнім сапасын қамтамасыз ететін заңдарды құрастырады және қабылдайды. Құқықтық негіз көмегімен мемлекеттік кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің ара қатынасын реттейтін ойын ережесін қамтамасыз етеді. Екіншісі, экономиканың тұрақтануы. Экономиканың тұрақтануы, экономиканың тұрақты дамуы деп түсіндіріледі. Яғни негізгі макроэкономикалық көрсеткіші оптимал деңгейде жетіп тұрақталса. Көлемі және ұлттық табыс инфляция және жұмыссыздық деңгейі, бюджет дефициті. Экономиканың тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін мемлекет барлық рычагтарын және сәйкес фискалды, қаржы несиелі, ғылыми, техникалық және инвестициялық саясат жүргізу жолы саясатын әдістен қолдануға міндетті. Егер мемлекет экономиканың тұрақтылығы ұсынбаса, онда ол кәсіпкерлік қызметке, елдің жалпы экономикасына, әлеуметтік жағдайда процестеріне ету мүмкін. Мысалы, егер мемлекет инфляциямен күрес жүргізбесе, онда ол ел экономикасын құлдыратуға мүмкін. Инфляция келесі жағымсыз жағдайларды тудырады. Төлем балансына әкелетін дефицитке, өнеркәсіп төмендеуіне, жұмыссыздықтың өсуіне әкелетін ұлттық тауарлардың бәсекелесінің қабілетін төмендетеді. Екіншісі, ақшаның елден ауытқуы, әсіресе шетел валютасының, импорттың тауарлардың бағасының жоғарылауына әкелетін және сонымен бағаның жалпы өсуіне күшейтетін валюта девальвациясы, азаматтардың жанаулататын қамтамасыз ету. Соған орай кәсіпкерліктің қызметпен ел экономикасының жеткілікті деңгейде мемлекеттік саясатқа байланысты. Мемлекет өз қызметімен осы процестерді айтарлықтай тежеуі және жылдамдатуы мүмкін болып табылады. Осымен осы дәрісіміз аяқталды.
тыңдаганыңыз үчүн көптүн